Мынадай дизайндағы мойынды қалай тез әрі оңай жасап алуға болады. Енді мен сіздерге соның ең оңай әдісін қазір көрсетіп шығамын. Сәлем достар, құрбылар, қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен бірге тігін өнері каналының авторы Балжан Асқарқызы. Видеоны соңына дейін тамашалап, достарыңызбен бөлісіп, видео соңында өз комментарияларыңызды, лайк қоңыраушаларыңызды басып қойсаңыздар болады. Ендеше бізге бұл кофтаны шығару үшін бұл дизайндағы бізге мынандай основа лекаламыз керек. Бел сызығына дейінгі. Міне өздеріңізге көрініп тұрғандай, менің қолымда қазір сол основа лекала тұр. Осы лекаланы қазір біз астыңғы выточкаларын жабу арқылы жаңағы көкірек выточкасының орнын шығарып аламыз. Және де қолтық ойындысынан жаңағы мойын ойындысының жаңағы нүктесіне дейін, мен қазір видеода көрсетіп жатқандай линиямен қосып шығамыз. Қараңыздар, міне. Бұны қолтық ойындысының бірінші нүктесімен алып кеп қосамыз. Және де мойнымыздың середина сызығынан төмен қарай 15 см түсіреміз. Мұны нүктелеп жатырмын. Енді сол нүктенің төмен жағынан сәл ғана түсіріп, иық нүктесінің келесі ұшына дейін алып барып қосамыз. Дәл осылай етіп сызып аламыз. Енді қазір мен сіздерге бел сызығындағы выточкаларды қырқып, фиксировать етіп көрсетіп шығамын. Ал енді матаға әрине бұлардың бәрі түсіретін кезде выточкалардың орталары қиылып алынып тастайды. Мен сіздерге просто сол қиып алмас бұрын фиксировать етіп, жалпы выточка деген нәрсе көкірек нүктесіне деген қалай пайда болатынын анығырақ көрулеріңізге ыңғайлап көрсетіп жатырмын. Мынау қазір қолтық астындағы выточка сызығы. Міне қараңыздар. Екеуін де қырқып, былай етіп фиксировать еткен кезде бізде кәдімгі көкірек нүктеміздің орны шығады. Міне көрдіңіздер ғой. Қазір мен фиксировать еткен жерімді ашып ала тұрамын. Бұл дизайнда біз тек бір жағын ғана шығарып алсақ, кейін мата бетіне маталарыңызды екі бүктеп, соған қиып ала беруге болады. Менің қолымда лекалам дайын болды. Қараңыздар. Енді фиксировать етілген жердің араларын алып тастаймыз. Өйткені біз мата бетіне түсіргенде ол нелеріміз арасы ашық күйінде қалу керек. Мынандай етіп қиып алып тастаймыз. Міне менде дайын болды толық. Енді осы дайын болған лекаланы біз мата бетіне орнатамыз. Маталарыңызды жаңағы основа жаңағыдай қиылатын маталарыңыз егер жеткілікті болатын болса, бір тестен
4 қабаттап қойып орнатсаңыздар да болады. Өйткені бұл жалпы бұл кофтаның дизайнында мата 2 қабатталса әдемі көрінеді. Обработка жасағандарыңызға да оңай болады. Егер маталарыңыз жұқа не болатын болса. Ал егер сәл қалыңдау болатын болса, кішкене өз-өзіне несіне алатын, онда 1 қабаттап айналасын басқаша обработка жасап шықсаңыздар болады. Мынау иық жағында аяқталған жеріне мата бетіне қойғанда 7-8 сантиметр жоғар жағынан артық матадан запас қалдырамыз. Өйткені ол біздің мойнымыздың артқы жағын айналып қосу үшін керек болады. Енді осыларымызды запас қалдырып, мынандай етіп қиып аламыз. Мен қазір матамды 2 қабатталған күйінде орнатып қиып шықтым. Негізінде бұл дизайнда ол 4 қабатталса да болады, егер маталарыңыз жұқа болған жағдайда. Міне менде дайын болды. Мендегі мата сетінеп кетпейтін мата болғандықтан мен выточкаларын мынандай қып жалпы қиып аша салдым. Сіздер қимай бормен белгілеп жаңағыдай бұлай жалпы выточка жабылатын әдіспен жауып шықсаңыздар да болады. Рет-ретімен выточкаларымызды жауып аламыз. Егер 4 қабатталып қиылып жаңағыдай 4 беті де дайын болса, онда теріс бетінен бәрін біріктіріп, кейін оңына айландырып жаңағыдай шығасаңыздар да болады тігіп. Мен енді екеуін бір-біріне қазір біріктіріп шығамын. Орта сызығын қараңыздар. Енді бұл кофтаның жалпы спинкасы әрине қолтықтың астынан ғана айналып түседі. Енді осы дизайнды мойындарыңызға айландырмай-ақ, как лямка есебінде ары қарай түсіріп, есептеп жаңағы 7-8 сантиметр алған запастарыңызға кішкене қосыңқырап есептеп өздеріңіздің кеуделеріңізді спинкаға дейінгі солай қосып қырқып, немесе иық сызығынан ары қарай жалғап тіксеңіздер де солай лямка есебінде қып жаңағыдай кисеңіздер де болады. Енді біреулер мойнына айландырып кигенді жаңағыдай ыңғайсыз көрінуі мүмкін. Ол кезде мен айтқандағыдай лямка қып төмен қарай түсіріп, артқы спинкадағы бойыңызға апарып жалғап жіберсеңіз де тіпті керемет болады. Бұл қазір алдымызда жаз, сезон, жаңағыдай пляжный көйлек тіксеңіздер де болады осылай дизайнмен. Топик тіксеңіздер де болады. Міне менде почти дайын болып қалды. Мен бұл кофтаны образеске просто сіздерге көрсетуге тігіп жатқандықтан мен оны жаңа 2 қабаттап жаңағыдай орналастырған жоқпын тігістерін. Сол үшін мен айналасында тігісін жай ғана машинка тігісінде бастыра салып жатырмын. Негізінде жаңағыдай 2 қабаттап обработать етіп тігіп алсаңыздар тіпті әдемі болады. Ал енді құрметті көрермен қыз-келіншектер, барлықтарыңызға да мен әрдайым тігін өнерінде сәттілік тілеймін.
Келесі видеоларда жолыққанша сау саламат болыңыздар. Өз пікірлеріңізді қалдырып, қоңырауша лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Видеоны көріп, маған поддержка беріп, соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға алғысым шексіз.